Сәлем! Бүгін өтетін тақырыбымыз қай мамандықта оқисың? Мына сөздерді есіңде сақта. Мамандықтар: дәрігер, мұғалім, заңгер, қаржыгер, кітапханашы, журналист, сатушы, аспаз, шаштараз. Енді тапсырма. Бұл кім? Аспаз ба, сатушы ма? Дұрыс айтасың. Бұл аспаз. Заңгер ме, қаржыгер ме? Дұрыс. Заңгер. Мұғалім бе, дәрігер ме? Дұрыс. Дәрігер. Енді есіңде сақта. Мен мұғаліммін, дәрігермін, кітапханашы-мын, аспаз-бын, журналист-пін. Сен мұғалімсің, дәрігерсің, кітапханашысың, аспазсың, журналистсің. Ол мұғалім, дәрігер, кітапханашы, аспаз, журналист. Ендігі тапсырма. Мен заңгер, сен сатушы, ол журналист. Өзіңді тексер. Дұрыс. Мен заңгермін, сен сатушысың, ол журналист. Мәтінді мұқият тыңда. Менің атым Самат. Менің жасым 19-да. Мен қаржыгермін. Оның аты Сара. Сараның жасы 21-де. Ол журналист. Ендігі тапсырма. Сараның жасы 21-де. Самат журналист. Сара дәрігер. Дұрыс-бұрысын анықта. Өзіңді тексер. Сараның жасы 21-де. Дұрыс. Самат журналист. Қате. Сара дәрігер. Қате. Енді есіңде сақта. Айтамын, көремін, сұраймын, тыңдаймын, кіремін, беремін, шығамын, отырамын, жазамын, оқимын, білемін, келемін. Ендігі тапсырма. Суреттегі сөздерді тап. Өзіңді тексер. Дұрыс. Жазамын, оқимын, беремін, шығамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!